Сәлеметсің бе балақай, класс KZ порталына қош келдің. Бүгін бізде нәтиже сабақ. Бүгін біз заттар және олардың қасиеттері ауа мен су деп аталатын тарауды аяқтадық. Осы тарауға байланысты тапсырмаларды орындап, біліміңді тексеретін боламын. Ал енді балақай, тапсырмаларға көшейік. Мына суретте өзің көріп отырғандай, қанттың қандай қасиеттері болады? Ал балақай, дұрыстап ойланып, жауап бер. Өте дұрыс, жарайсың балақай. Қанттың түсі ақ түсті болып келеді. Сонымен қатар оның пішіні майда, түйіршіктелген, оның дәмі тәтті болып келеді. Жарайсың балақай, дұрыстап жауап бердің. Ал енді балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Өткен сабақтарды есіңе түсіріп, құлпынайдан тосапты қалай жасайтынын айтып бер. Сонымен қатар құлпынай тосапты жасаған кезде өзгеріске ұшырай ма? Қалай ойлайсың балақай? Ал ойлан. Дұрыс айтасың балақай, жарайсың. Құлпынайдан тосапты жасаған кезде құлпынай өзгеріске ұшырайды. Ал енді ең бірінші құлпынайды аламыз. Ал одан кейін оған қантты қосамыз. Содан соң сумен араластырамыз. Ал одан кейін барлығын қыздырып қайнатамыз. Міне осыдан кейін өзіміздің сүйіп жейтін қарапайым тосабымыз дайын болады. Жарайсың балақай, дұрыстап жауап бердің. Балақай, өзіміз білетіндей, желдің пайдасы өте көп. Сонымен қатар, қалай ойлайсың, желдің қандай зияны бар? Ал балақай, дұрыстап ойланып жауап бер. Дұрыс айтасың балақай, бәрекелді. Егер жел қатты болатын болса, онда электр желілері жұмыс істемей қалады. Сонымен қатар биік үйлер, ғимараттар қирап қалуы мүмкін. Сонымен бірге қатты желдің әсерінен үлкен толқындар пайда болады. Ал ол адамдарға өте қауіпті. Сонымен қатар желдің әсерінен өрттің өршігуі одан сайын артуы мүмкін. Жарайсың балақай. Ал енді балақай, келесі сұраққа жауап бер. Адамдар оттекті қандай салаларда қолданады? Ал балақай, ойлан. Дұрыс айтасың балақай, жарайсың. Оттекті көптеген салаларда қолданады. Мысалы, ауруханада адам қатты тыныс ала алмай нашарласа, онда ол кезде оттек жасықшасын қолданады. Сонымен қатар шахтада сүңгуірлер су астын зерттегенде, ал өрт сөндірушілер өртті сөндірген кезде, альпинистер тауға шыққан кезде, сонымен қатар ұшақта оттегі бар баллондарды қолданады. Жарайсың балақай, дұрыстап жауап бердің. Енді балақай, келесі сұраққа жауап бер. Жауын-шашынның қандай түрлері болады? Ал балақай, ойлан. Өте дұрыс. Жарайсың балақай. Жауын-шашын жер бетіне сұйық немесе қатты күйде түседі. Сонымен қатар сұйық күйдегі жауын-шашынға жаңбыр жатады, ал қатты күйдегі жауын-шашынға бұршақ, сонымен қатар шық, және сонымен бірге қырау және қар жатады. Бұршақ дегеніміз ірілі ұсақты мұз қиыршықтарын айтамыз. Ал шық дегеніміз ауадан бөлінетін өсімдік жапырақтарында пайда болатын су тамшыларын айтамыз. Ал қырау дегеніміз бұл өсімдік жапырақтарында немесе сабақтарында, басқа да бір денелерде қалыптасатын мұз қиыршықтарын айтамыз. Ал қар дегеніміз бұл өте майда, сонымен қатар әртүрлі пішінді болып келетін мұз қиыршықтар болып саналады. Жарайсың балақай, дұрыстап жауап бердің. Енді балақай, келесі сұраққа жауап бер. Күміс ыдыстардың адам ағзасына қандай пайдасы бар? Ал балақай, дұрыстап ойланып жауап бер. Дұрыс айтасың балақай, жарайсың. Күмістің адам ағзасына пайдасын адамдар ерте кезден ақ білген. Міне біздің ата-бабаларымыз
күміс ыдыспен тамақтанып, суды күмістен жасалынған ыдыста сақтаған. Сонымен қатар күміс суда аз мөлшерде еріп, суды тазартады. Ал күмістелген су адам ағзасына өте пайдалы. Мысалы, күмістелген су тістің қызыл иегін зақымданудан сақтайды. Сонымен қатар бактерияларды, улы заттарды жояды. Сонымен қатар асқазан, ішек жолдарын тазалайды. Жарайсың, балақай, өте дұрыс. Балақай, бүгін біз заттар және олардың қасиеттері ауа мен су деп аталатын тарауды аяқтадық. Бұл тарауда біз заттардың қасиеттері, заттар қандай болады, заттардың қасиеті өзгере ме, заттардың қасиеті қалай өзгереді, ауа қалай қозғалады, желдің пайдасы мен зияны, ауаның маңызы қандай, сонымен қатар ауа қалай ластанады, табиғаттағы су айналымы, жауын шашынға не жатады, сонымен қатар судың еріткіштік қасиеті, су қалай ластанады деген сұрақтарға жауаптар таптық. Менің бүгінгі сабағым аяқталды. Бүгінгі тапсырмалар саған жеңіл болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше, қош сау бол.